Ешқашан үйіңізге ешкімді кіргізбеңіз. Оған алауыздық пен бақытсыздық себетін, тіпті бұлар сенің туыстарың болса да. Әлсіздер кек алады, күшті адамдар кешіреді, ақылды адамдар елемейді. Жеңілістен кейін тұруға күш тапқан кезде жеңіс келеді. Бақытты болу үшін көбірек себептер табыңыз, өйткені шын мәнінде қанша уақыты қалғанын ешкім білмейді. Әлемдегі ең маңызды нәрселерге жалғастырған адамдар қол жеткізеді. Олар үміт мүлде жоқ сияқты болған кезде тоқтамады. Ең бастысы, бұл мүмкін емес болып көрінсе де, арманды көру және оны орындау. Қиындық жалғыз келмейді, сонымен бірге сәттілікте. Ұлы болу үшін ерекше ақылды немесе күшті болудың қажеті жоқ, тек шешімді болу керек. Біздің қателіктеріміз жетістікке жетуге кедергі емес, табысқа апаратын жолымыз. Есіңде болсын, сен жеңген кезде емес, жеңілістерді жеңе білгенде күшті боларсың. Болашаққа абыроймен кіру үшін өткеннен шүкіршілікпен кету керек. Адамдар арманға баруды тоқтатады, өйткені олар қартайды деген дұрыс емес. Олар қартайды, өйткені олар өз армандарына жетуді тоқтатады. Қиындықтар бұл сіздің мақсатыңыздан алшақтаған кезде көретін нәрселер. Өмірдегі ең қиын нәрсе қай көпірден өту керектігін түсіну, ал қайсысын жағу керек. Бақыт әрқашан өзіңіз қалаған нәрсені істеуде емес, әрқашан өзіңіз жасаған нәрсені қалауыңызда. Нағыз даналық сен білмейтін нәрсені түсіну қабілет. Ең үлкен әлсіздік өз сенімін жоққа шығару. Сіз бүкіл әлемді өзгерте алмайсыз, бірақ айналаңыздағы әлемді өзгерте аласыз. Адам көбіне нені ойласа, соған айналады. Кешегіден жақсы болу қиын, бірақ ертеңгіден оңай. Ең қараңғы түн, ең жарық жұлдыздарды туады. Күшті болудың ең қиын тұсы өмірдің сені ешқашан құлатуына жол бермеу туралы шешім қабылдау. Өзіңіз армандаған адамға айналу ешқашан кеш емес. Әрекет жасамас бұрын жағдайдың мінсіз болуын күтпе. Сен қалай ештеңесі қалмағандар қанша көп нәрсе бере алатын екенін елестете де алмайсың. Бақыт сізден басталады, сіздің қарым-қатынасыңыздан немесе ақшаңыздан емес. Өмір бұл сіз жоспар құрып жатқанда не болатыны. Бақыт бәріне ие болу емес, сенде жеткілікті екенін білу. Өмірге уақыт бөл, өйткені ол мәңгілік емес. Адамдар істегені істерінен емес, оны қалай қабылдағаннан зардап шегеді. Шын мәнінде, сіз өзіңіз туралы бір нәрсені өзгертпейінше, өміріңізді өзгерте алмайсыз.
Махаббат пен жанашырлық екі нәрсе. Бірі беру, екіншісі алу. Бақытты болу үшін алдымен жалғыздықты үйрен. Біздің ең терең жараларымыз көбінесе күш пен даналығымыздың қайнар көзі болып табылады. Бақыт сыртқы жағдайларға байланысты емес, ол сіздің ішіңізде жасалған таңдау. Табыстың сыры мақсатты көру және оған ең қиын жағдайда да жету. Енді қолымнан келмейді деп ойласаң, жалғастыра бер. Ғажайып сол кезде болады. Ең бастысы сұрақ қоюды тоқтатпау. Ең үлкен әлсіздік үмітсіздік.